Сот өз қызметіне конституциялық заңдарды ғана басшылық қалатын биліктің тәуелсіз тармағы. Осы ретте халықтың қоғамның мемлекеттік билік органдарына, соның ішінде сот билігіне деген сенімі соңғы уақытта айрықша артып келеді. Бұл істе елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сот жүйесіне қойған ашықтық пен жариялық талаптарының салмағы бар айқын. Армысыздар, саналы сөзді сары алтыннан артық бағалаған қадірменді телекөрермендер. Сіздер Батыс Қазақстан облысы сотының тапсырысымен әзірленген заң үстемдігі әділеттілік кепілі бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Бағдарлама аясында сіздер сот жүйесінде орын алған айтулы өзгерістермен жақын таныса аласыздар. Ал бүгінгі тақырып соттардағы ақпараттық технологиялар төңірегінде болмақ. Бүгінгі күні Қазақстан Республикасының сот жүйесінде сот төрелігін орындауда жаңа ақпараттық коммуникациялық технологияны кең көлемде қолдану бойынша үлкен жұмыстар жүргізілуде. Сот жүйесінде заманауи технологияларды енгізу және қолдану, сот ісін жүргізуді жеңілдетумен қатар бюрократтық кедергіні төмендетуге орасан зор мүмкіндік бермек. Сондай-ақ азаматтар құқықтарының сотпен қорғалуындағы аумақтық және ұйымдастырушылық кедергілерін жоюдағы сара жолы болып отыр. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының интернет ресурсында сот кабинеті электронды жүйесі жүзеге асырылды. Сот кабинеті жобасы сот орындарының барлық сервисіне қол жеткізуге мүмкіндік беретін бірден-бір бірыңғай тетік көзі болып табылады. Сот кабинеті орталықтандырылған электрондық жүйесі өз қызметін 2014 жылдың ортасында бастады. Сот жүйесінің ақпараттық заманауи технологиялармен ақпараттандыру бұл яғни сот өндірісін электронды түрде дамытуға, қарқындатуға үлкен септігін тигізеді. Екінші жағынан бұл осы бағытта кейбір іс-шаралар жүзеге асырылды. Жоғары сотпен бүгінгі таңда солардың бірі бұл сот кабинеті сервисі, сот кабинеті жүйесі деп аталады. Сот кабинеті жүйесі деген көпшіліктің көкейінде сұрақ туындауы мүмкін. Бұл қандай жүйе деген. Осы бағытта сот кабинеті арқылы халықтар, тұрғындар, яғни азаматтар өз өтініштері мен шағымдарын, арыздарын, сондай-ақ өтінімдерін беруге, жүзеге асыруға үлкен мүмкіндік береді. Бұның артықшылығы деген сұраққа келсек, бұның артықшылығы сот кабинетін арқылы әр адам өзінің өтінішін беру арқылы электронды түрде жүзеге асырады. Яғни өзі еш соттың ғимаратына бармай-ақ, ұзын собалаң кезекте тұрмай-ақ, өзі яғни кеңседе, үй жайында болсын, арызын керекті арызды бере отырып және сотқа жолдайды. Аталған ақпараттық жаңашылдық азаматтардың уақыты мен қаражатын үнемдеуге зор септігін тигізеді. Енді азаматтар сотқа тек сот процесіне дайындық үшін және сот процесіне қатысу үшін баратын болады. Негізгі арыздар мен құжаттардың және өтініштердің берілуі сот кабинеті сервис арқылы жүзеге асырылып келеді. Қазіргі таңда аталған сервисте 52 мыңның үстінде тұтынушылар тіркелген. Бұл қызметтің ыңғайлылығы адамдар үйінен немесе жұмыс орнынан шықпай-ақ сотқа бергісі келетін құжаттарын интернет арқылы жаңағы сот кабинеті жүйесіне кіріп жібере алады. Ол үшін халық мысалы егер тұлға бір арыз берем деген жағдайда халыққа қызмет көрсету орталығынан электронды цифрлы кілт алып өзінің биін теріп сол арқылы қажетті арызын іс бойынша сотқа жолдай алады. Сонымен қатар сотқа жолдағаннан кейін ары қарай арыздың қозғалысы туралы, тіркелгендігі туралы мәліметтерді сол сот кабинеті арқылы көре алады. Үстіміздегі жылдың 3 айында Батыс Қазақстан облысы соттарына 4800 үстінде құжат электронды түрде берілген. Соның ішінде 4380-і талап арыздар болып отыр. Ал 2015 жылдың өзінде сот кабинеті сервисі арқылы электронды түрде түскен талап арыздар мен өтініштер 43% құраған. Бүгінгі күнде онлайн сервис жүйесіне қол жеткізудің бірыңғай терезесі және сот кабинеті сот орындарының қызметі азаматтарға 20-дан астам электрондық қызметтер
түрін көрсетеді. Бұл ретте қандай да болмасын ұсынылған қызмет түрі бойынша нақты түсіндірме берілетінін айта кеткен жөн. Мәселен, әкімшілік материалдардың өзі құқық қорғау органдары мен сот кабинет сервис арқылы жүзеге асырылып келеді. Бұл да сот ісін жүргізуді оңтайландыру, қолжетімділікті жетілдіру, сот төрелігінің ашық әрі айқын болуына бағытталып отыр. Әрбір азамат талап арызды халыққа қызмет көрсету орталығының қалалық және аудандық бөлімдеріне келіп бере алады. Барлық халыққа қызмет көрсету орталығында өзіне өзі қызмет көрсету секторлары бар. Бұл жерде тұтынушы шеткі құрылғы арқылы өз бетімен талап арызды бере алады. Сот кабинетін қолдану үшін тұтынушыда электрондық цифрлық қолтаңба болу қажет. Бұл электрондық цифрлық қолтаңбаны халыққа қызмет көрсету орталығында да алады. Электрондық цифрлық қолтаңбаны алғаннан кейін тұтынушы сот кабинетінде тіркеліп өз арызын береді. Сотқа талап арыз берген азаматқа тіркелу туралы талон беріледі. Кейін бірнеше күн ішінде сол азаматтың ұялы телефонына немесе электрондық поштасына оның өтініші бойынша соттық құжаттаманың қабылданғаны туралы хаттама жіберіледі. Қажет болған жағдайда өзіне өзі қызмет көрсету секторының қызметкері сот кабинетінде талап арызды дұрыс беру туралы техникалық жағынан рет-ретімен түсіндіріп береді. Жаңашыл жүйе көмек арқылы талап арыздар мен негізгі арызды 5 қадамды әрекет арқылы сот органдарына ұсынуға болады. Яғни әрекет санатына сот кабинетіне тіркелу, электронды талап арыз нысанын толтыру, қызмет көрсеткені үшін мемлекеттік баж салығын төлегендігі туралы түбіртектің көшірмесі мен қажетті құжаттарды тіркеу және сұранымға электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қойып жіберу функциялары жатқызылады. Осы сервистің негізгі ерекшелігі азамат оның адвокаты болсын, немесе өкілі, тұлғасында өкілі немесе заңгер кез келген ыңғайлы уақытта үйінен немесе кеңседен шықпай-ақ интернет желісі арқылы сот құжаттың сондай-ақ істегі мәртебесін қарай алады және сот актісін басып шығара алады. Мұнымен қоса, аталмыш жоба көмегімен онлайн режимде арызды дайындау және қолдану, мемлекеттік бажды төлеу және төлегендігін тексеру, істердің қаралу барысын бақылау, хабарламаны тез алу секілді қызмет түрлерін пайдалану да көзделген. 14 жылдан бастап сот кабинеті өндірілді. Енді соны біздер қолданып отырмыз бүгінге шейін. Ол ыңғайлы, кілт аламыз центр обслуживания населениеден. Содан бүкіл құжаттарды кабинеттен шықпай сол сотқа жібереміз. Очередьте тұрмаймыз, канцелярияға тапсырмаймыз. Керек болса, қашан сот болады, қай күні, қай сағатта тағайындалғанын біздер сол судебный кабинеттен қарап біліп отырамыз. Еліміздегі жоғарғы сот интернет ресурсындағы сот кабинет электронды жүйесі тек халыққа ғана қолайлы ғана емес, сот жүйесіне де тиімді. Тіпті аталмыш жобаны құқық қорғаушыларда кеңінен қолданып келеді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасы судьяларының 6-шы съезінде сот жүйесін ақпараттандыру жобаларының жүзеге асырылуы мен енгізілуін қамтамасыз ету Қазақстан Республикасы сот жүйесіндегі басымды тапсырмаларының бірі болып табылатындығын атап көрсетті. Ендеше сот жүйесіне ақпараттық технологияларды қолданумен аясын кеңейту, сот жүйесін жүргізуді оңтайландыру, қолжетімділікті жетілдіру күн тәртібіндегі басты мәселе. Осы талаптар ақпараттық технологияларды дамытуға деген ұмтылыс арқасында жүзеге асырылуда. Осы ретте онлайн сервис жүйесі қол жеткізудің бірыңғай терезесі және сот кабинеті, сот органдарының қызметі маңызды орын алып отыр. Бұл жүйе жыл санап өзіне өзге де міндеттерді қосары анық. Сіздер заң үстемдігі әділеттілік кепілі бағдарламасын тамашаладыңыздар. Амандықта жүздескенше.